мүлдем өзгеріп кеткен ана миллиард теңгеден кейін. Барлығыңыз осы сұхбатты көрген шығарсыздар. Бүгінге дейін YouTube'да 1 миллион аса қаралым жинаған. Бір қызығы бұл сұхбат Дариға Бадықова продюсерлік еткен Ыстықия фильмімен бірге қатар шыққан. Фильм 2-ші қазан шықса, ал сұхбат 4-ші қазан шыққан. Мен қайда? Еңбегім қайда? Осыдан кейін бізде сұрақ туындады. Бұл маркетинг емес пе деген. Журналист Нұрсей Жылқышбай мен Дариға Бадықова арасында келісімі болуы мүмкін. Әлде жай ғана сәйкестік пе? Сұхбаттан кейін фильмге қызығушылық артты. Нәтижесі, бір апта ішінде 300 миллион теңге табыс. Дархан Мұсаев айтқан әңгімелердің бәрі Дариға Бадықованың фильмдерінің сюжетіне сай келеді. Таптым-ау сені фильмнің 2-ші бөлімінде балалы болмау мәселесі. Баламыздың туған күні құтты болсын, бала шағаларың көп болсын. Мінекей арамыздағы Сәуле мен Жексенге жұғысты болсын. Ал Ыстықияда Ғалия есімді кейіпкер Дариға ханымның атынан сөйлеген сияқты көрінеді. Ендігі план, жұмысымды істедім, үйді салдым. Енді өзім үшін емес. Не болса да отандық киноның мән мағынасына бола сынап та, қолдап та жүрейік. Біздің парақшаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерді кино жайлы әлі талай қызықты контент күтіп тұр.